Қайырлы күн барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Осындай ерекше рецептпен жасалған жұп-жұмсақ болып шығатын булочкидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны толықтай қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге 2 кесе айран қажет болады. Магазиннің айраны жарайды. Жарты кесе қантымызды, аздап қана тұзымызды, 1 жұмыртқа, ертілген сары майымызды, 1 ас қасық дрожжымызды қосып араластыратын боламыз. Бәрі бірігіп, бір масса шыққанша араластырамыз. Енді аздап үстінен ұн қосып, оны да араластырамыз. Сұйық масса шығу керек. Осылай шығады. Енді пакетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. Міне біздің жаңағы жасаған сұйықтығымыз осылай ашып, көпіріп шығады. Енді үстінен көз мөлшермен ұн салып отырамыз. Бізге жұп-жұмсақ қамыр болуы қажет. Сондықтан қарап салып отырасыздар. Мына жерде менде сұйық, тағы да мен үстінен ұн салдым. Осылай жақсылап біріктіріп аламыз. Енді қолымыздың көмегімен жақсылап қамырымызды илеп шығамыз. Бізде осындай жұмсақ, қолымызға жабысып тұратын қамыр болу қажет. Аздап қана сұйық май тамызып жүрсеңіздер де болады. Енді 1 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Үстінен пакетін жауып, матамызға орап қойсамыз да болады. Жылы жер болу қажет. Біздің міне қамырымыз көтеріліп, жұмсақ болып, әдемі болып шықты. Енді қолымыздың көмегімен бөлшектерге бөліп аламыз, осылай домалақтап. Осыдан кіші етіп жасасаңыздар да болады. Енді пакетін жауып, тағы да бізге көтерілу қажет. 20 минутқа қалдырамыз. Міне қамырымыз көтеріліп шықты. Енді жайып, әдемі форма жасап шығамыз. Менде вареный сгущенка қолдандым. Аздап қана салсаңыздар жетеді, көп салудың қажеті жоқ. Жан-жағын осылай қолымыздың көмегімен жақсылап басып аламыз. Осындай пышақпен аздап қана кесіп алсаңыздар болады. Ақырындап орайсыздар, осындай әдемі форма шығады. Келесін тағы да көрсетейін. Толықтай кеспейміз, жартылай ғана кесіп аламыз. Осылай жасасаңыздар өте сәнді көрініп тұрады. Тағы біреуін көрсетейін сіздерге. Мына жерде біздің қамырымыз жұмсақ болғандықтан аздап қана ұн сеуіп қойыңыздар. Сонда жабыспай жақсылап иленеді. Осылай шетін жан-жағын жақсылап жабыстырыңыздар. Біздің сгущенкамыз ағып кетпеу қажет. Мұны видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай кесіп аласыздар. Барлығын жасап болдым. Енді 180 градусқа қазір пісіретін боламыз. Бірінші осылай сәл бір 5 минутқа жауып қоя тұрайық. Енді үстінен жұмыртқамыздың сарысына 1 ас қасық сүт қосып араластырып жақсаңыздар, түрі әдемі көрінеді. 180 градуста жарты сағаттай пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, қарап тұрыңыздар. Мен мына жерде қантты да сеуіп жібердім. Біздің міне булочкамыз түрі өте әдемі болып, жұп-жұмсақ болып пісіп шықты. Видеода көріп тұрсыздар, сап-сары болып, әрі жұмсақ, ауызда тура еріп кететіндей болып, дәмді болып шығады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қолдап қойыңыздар. Осылай отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Шаймен ішкенге өте дәмді булочкилердің түрі. Ас болсын, рахмет.